Бүгін белгілі күйші домбырашы Қазақстанның халық артисі Қаршыға Ахмедияровтың туғанына 75 жыл. Қаршыға Ахмедияров қазақ композиторларының күйлерімен әлемдік туындыларды домбырамен шебер орындай білген өнер иесі. Қазақтың осы бір киелі аспабымен талайды тамсандырған күйші. Қаршыға Ахмедияров 1946 жылы Атырау облысында дүниеге келген. Анасынан 3 жасында айырылған бүлдіршін үнемі аузымен күй гуілдететін. Осы әдеті әсер етті ме жоқ әлде анасына алаң көңіл алдансын деді ме, Ахмедиярдың бауыры Үмбетәлі қария балақайға арнап домбыра жасап береді. Сол күннен бері домбыра оның жан дауасы, рухани серігі болды. Құдіретті күй өнерінің дүлдүлі Қаршыға Ахмедияров бала кезінен домбыраға қызығып өседі. Бірақ ауыл баласы мектеп бітірген соң мал дәрігері мамандығын таңдайды. Күй өнерінен алшақ салада жүрсе де өнерге талпынған бозбала домбырасының қолынан тастамайды. Танымал дирижер Шомған Қажғалиев Қаршығаны Құрманғазы оркестріне алады. Небәрі 2 айдың ішінде нота үйретеді. Сөйтіп мал дәрігері институты жайына қалып, Қаршыға Құрманғазы атындағы консерваторияның студенті атанады. Күйдің бір ерекшелік басқа ешбір музыкаға ұқсамайтын өзіндік иірімдері болады. Оны күйшіден басқа адамның игеруі өте қиын. Осы қасиетінің арқасында Қаршыға Ахмедияров 2009 жылы Алматыда 640 домбырашының басын қосқан еді. Осыншама адам бір мезгілде бір күйді күмбірлеткенде күллі әлем таң қалды. Бұл оқиға Гиннестің рекордтар кітабына енді. Талантты музыкант гастрольдік сапарлармен дүние жүзінің көптеген елінде болып, қазақтың қара домбырасының әсем сазын танытты.